Маңғыстау облысында туберкулез дерті соңғы 3 жылда 13,6%-ға төмендеген. Осы індеттің кесірінен болатын өлім жітім саны 45%-ға азайған. Жалпы өңірде өкпе ауруымен ауыратын 533 адам тіркеуде тұр. Олар уақытылы ем-домын алып, тексеруден өткізіліп отырады. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Әлемде әр минут сайын 3 адам туберкулез дертінен қайтыс болады екен. Дүниежүзі ғалымдары мұның дауасын іздеп, тамырына балта шабу үшін түрлі зерттеу жасап жатыр. Жылда 24 наурыз бүкіл әлемдік туберкулезге қарсы күрес күні ретінде атап өтіледі. Бір қуантарлығы, өңірде жас құрылымына сәйкес барлық жастағы адамдар арасында аурушаңдық деңгейінің төмендеуі байқалады. Мәселен, балалар арасында 2019 жылмен салыстырғанда 26,4%-ға төмендеу анықталды. Эпидемиологиялық ахуал бұрынғы сияқты тұрақты. Мына болса енді көрсеткішіміз 19 жылға салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, аурушаңдық көрсеткіші 11,6%-ға төмендеп отыр. Ал өлім жітім көрсеткіші келетін болсақ, ол 45%-ға төмендеп келіп отыр. Тағы да айтып кетеді, балалардың арасында аурушаңдық көрсеткіші 26% төмендеп отыр. Аймақта құрт ауруын емдеудің жаңа схемасы енгізілді. Емдеуден бұрын барлық науқастарға дәріге сезімталдығын тексеру үшін тест жүргізіліп, соның нәтижесінде клиникалық зертханалық зерттеулерді сыртқы сапаға сай басқару орталығының шешімімен емдеудің жеке тиімді схемасы тағайындалады. Ауру анықталған жағдайда науқас туберкулезге қарсы дәрі-дәрмектермен толықтай қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ мамандар уақытылы біліктілікті арттыру мақсатында айлық курстардан өтеді. Облыстық туберкулезге қарсы диспансер мамандары 24 ақпан мен 24 наурыз аралығында арнайы курстан өтіп жатыр. Наш визит Әлемдік фондтың грантын игеру кезінде туберкулездің диагнозын анықтауда жаңа әдістер енгізілді. 2012 жылы Қазақстанда облыстық диспансердің деңгейінде болды. 2017 жылдан бастап туберкулезді анықтауды аймақтарда да жүзеге асыра бастадық. 2020 жылдан бастап бұл әдісті Қазақстанның барлық аймағында қолдана бастады. Бұл әдісті жүзеге асыру үшін нақты 3 ақпарат қажет болады. Бұл ақпараттар Маңғыстауда да бар. Сол арқылы 10 минутта туберкулезді анықтауға болады. Маңғыстауда туберкулез ауруына шалдыққандарға ем-дом жасап, сауықтыру жүргізетін 2 мекеме жұмыс істейді. Онда емделуге келген науқастардың 90-91% дертінен айығып, жаңадан пайда болған жас тесілген өкпелер бітіп кетеді екен. Осылайша науқастар құлан таза айығып шығады дейді мамандар. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.